Баршаңызға сәлем. Менің дамытушы ойындар арнама балабақша балаларына арналған қызықты дидактикалық ойындар және видеолар көре аласыздар. Ол үшін қоңырау батырмасын басып, лайк басып өтіңіздер. Және де видеоны соңына дейін көрулеріңізді сұранамын. Біздің арнада кезекті видео құм терапиясымен жұмыс жасау, яғни құм терапиясының балаларға пайда берер пайдасы туралы ақпарат айтатын боламыз. Құм терапиясы баланың ашушаңдықтан және агрессиядан айықтырады. Бала біздің болашағымыз, бала біздің ертеңгі күніміздің иесі. Өскелең ұрпаққа жан-жақты дамыту және технологиясы жүзеге асыра отырып, жас ұрпаққа кемелді бағыт-бағдар беру сіз бен біздің қолымызда. Баланың қиялын дамытуда, өзін-өзі дамуда қазіргі замандағы жаңа технологияның ерекше бір түрі құм терапиясы. Құммен жұмыс жасау баланың ашуға тез берілуден, жалықтырудан, агрессиядан айықтырады және алдын ала сақтайтын болады. Балалар үшін әр өнердің түрі ерекше болғанымен құммен сурет салу қай жағынан да тигізер пайдасы ерекше. Құм тек баланы өнерге баулып қана қоймайды, медициналық тұрғысынан да тер көмегі ерекше. Қазіргі таңда көпке таныла бастаған құм терапиясы қарқынды алып келе жатқаны баршамызға мәлім. Құммен сурет салу үшін аса бір өнерді қажет етпейді. Кез келген бала сурет сала алмаса да, құммен сурет салу үшін еш қиналмайды. Құммен сурет салу ең жеңіл, әрі бала үшін де, ересек үшін де барлық жағынан ыңғайлы. Құммен ойнау баланың ашуланшақтығын, агрессиясын тоқтатады және бұл кезде қиялы дамытып, балалардың эмоционалдық жан күйіне жағымды ықпал етеді. Дамуына, өзін-өзін дамыту үшін де жақсы құрал болып табылады. Және де бала құммен сурет салу арқылы шығармашылығы да аса маңызды рөл атқарады, қиялы дамиды. Балалар құм терапиясымен жұмыс жасай отырып, қол моторикасы да дамиды және де ойлау, қиял, зейіні және есте сақтау фактілері жұмыс атқара отырып дами түседі. Танымдық және психологиялық процестері баланың өзін жайлы сезіндіріп, шығармашылыққа, белсенділікке арттыра түседі. Айта кетерліктей, балабақша жасындағы балаларға ауыр, тиісті, аса күрделі жұмыстар берілмейді. Сол себепті құм өнері қандай да бір икемділікті талап етпейді. Жас ерекшелігіне сай жеңіл тапсырмалар беріліп отырады. Олар кіші топ, ортаңғы топ және үлкен топ болып бөлінеді. Кіші топқа еркін тақырыпта қалаған бейнелерін салады. Ортаңғы топқа өтілген тақырыпқа сай сол төңіректе салуға рұқсат етіледі. Ал ересек топтарға әріптер және сандарды, құмдарды бейнелейді.